Сәлем достар, мені жоғалтып алдыңдар ма? Мен өз өмірімде бір маңызды шешім қабылдадым. Мен арнамды қазақ тілінде жүргізем деп шештім. Өйткені біздің қалада, Алматыда, қоғам қазақ тіліне толығымен өтіп кетті. Қазір Алматыда қазақ тілін білмесең, аштан қаласың. Оған дәлелдің бірі ол Коля. Коля, тут вторая дырка, да, получается у нас? А? Қазақша сөйлесейші? Қазақша? Я, мен қазақша білемін, может сен маған боқтамасын. Менің арнамда мотивация, өмір, демалыс және арнайы техника және тағы да қызықты видео материалдар тамашалай аласыздар. Бұйырса болашақта қалай бизнес ашып, қалай күн көруге болатынын көрсетемін. Және мен өз жаңа табыс көзін, жаңа бизнес ашамын. Оны бұйырса жақын болашақта көресіздер. Қазақ тіліне өту себебім ол патриоттық тұрғыда және мен өз атам мен әкемді қатты жақсы көргендіктен де. Өйткені олар қазақ тілдес қазақтар. Сол жаңалықпен қоса мен өз өмірімнің қысқа бір сәтін айтқым келіп тұр. Өздерің білгендей менде экскаватор бар. Оны маған әкем сыйлаған. Мен сондықтан да әкеме алғысымды білдіргім келеді. Өйткені ол мен үшін өмірімде ары қарай дамып жылжуға бір мүмкіндік беріп тұр. Негізгі менің арманым Қазақстанда үлкен бір өнім өндіретін зауыт ашу. Армандар орындалар. Мен оған толықтай сенімдімін. Арнама жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қош сау болыңыздар.